жаңа министр Қызылордадағы сыныптасын жезөкшелікке салған оқушылар жайлы толық ақпарат берген жоқ. Сіз мен де бұл мәселе бойынша толық ақпарат бере алмаймын. Өкінішке орай қылмыстық іс қозғалған, қылмыстық іске байланысты болғандықтан бұл тергеу амалдары біткеннен кейін ғана айтылады. Бұл жерде біз мынаны ескеруіміз керек. Министрлік жүйелі шаралар қабылдап жатыр. Өткен жылы өздеріңіз білесіздер, бірнеше мемлекеттік органдардың қызмет функцияларын қызметін қамтитын, барлық жергілікті атқарушы органдардың қызметін қамтитын кешенді жоспар қабылданды. Ол балалардың әл-ауқатын арттыруға, олардың құқықтарын қорғауға бағытталған кешенді жоспар. Одан бөлек мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес білім беру ұйымдардағы психологиялық қызметтің институционалды нығайту бойынша шаралар қабылданды. 20 өңірде қазіргі күні психологиялық қолдау орталықтары құрылды. Енді біз әрбір баламен жұмыс жасауымыз керек. Енді бұл жағдайда Қызылордадағы жағдайға байланысты тек қана тергеу амалдары біткеннен кейін ғана біз ол ақпаратты жариялауға құқылымыз. Олар оқуды жалғастыра ма, жалғастырмай ма тергеуден кейін? Неге? Ол оқуды жалғастырады. Жауапты адамдардың барлығы жауапкершілікке тартылатын болады. Енді ол жерде мен отбасылық құпиялар бар, ол жерде жеке бастың құпиялары бар, тергеу амалдарының құпиялары бар, сондықтан оны жариялай алмаймын. Сіздің лауазым өзгермеді ғой, балалардың құқығын қорғау комитетінің басшысы? Жоқ, мен оқу ағарту вице-министрі Оспан Еділ Сабырұлы.